Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен лимонный кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, дәмі өте керемет. Үйде жасап көріңіздер. Қалауларыңызша әртүрлі кекс формаға салып пісірсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге 145 грамм бөлме температурасында еріп тұрған сары май немесе маргарин керек. 90 грамм қант салып араластырамыз. Бүтін бір лимонның қабығын толықтай теркадан өткізіп аламыз. Қабығы теркадан өткізілген лимонымызды енді сығып аламыз. Бізге 30 грамм лимонның соғы керек. Тағы да араластырып аламыз. Енді 3 жұмыртқамызды саламыз. Және де 1 шай қасық разрыхитель, яғни 5 грамм разрыхитель жеткілікті. 40 грамм крахмалды саламыз. Тағы да араластырып аламыз. «160 грамм ұнымызды салып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Әртүрлі формаға салып пісіре берсеңіздер болады. Мендегі форма осындай силиконовый форма. Жабысып қалмас үшін осылай алдын ала майлап алдым. Дайын болған тестамызды формамызға орналастырып шығамыз. – 180 градус алдын ала қыздырылған печкаға салып пісіріп аламыз. Пісіріп, одан кейін салқындатып алғаннан кейін үстіне глазур дайындаймыз. Ол үшін бізге 30 грамм тағы да лимон шырыны және 100 грамм сахарный пудраны салып, жақсылап араластырамыз. Осымен глазурымыз дайын, кексіміздің үстіне құйып шығамыз. Баршаңызға ас болсын, сіздермен бірге Тоғжанның асханасы. Егер де сізге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Күн сайын арнамда жаңа рецепттер.